Жалғыздықты жақсы көріп барамын. Ешкіммен сөйлескім келмейтін, ешкімді көргім келмейтін болып. Велосипедке мініп алып даланы кезе беремін. Жаяу талас жағасында су ағысына тоймай жүре беремін. Қойылған сұраққа жауап берсем, теңкелес, ақымақ, тентек, қуғынбай, инопланетян, есуаз, ненормальный, отклоненный, галлюцинатор, қиялы, тағы сол сияқты атақтар иесі болғалы қашан. Дін, саясат туралы мүлде сөйлескім келмейді. Сурет салу дегенді атымен жоғалттым. Шығармашылық кризис. Жалғыздықтың жақсы жері өзімен өзің боласың. Бұл және басқа әлемдерде. Өзіңді қатал сынға саласың, өзіңді даттайсың, мақтайсың, жақсы көресің, жек көресің, жақтырып жақтырмай таразылайсың. Өзінен шындық пен өтірікті жасырмайсың, өзіңді тани бастайсың. Өзіңді таныған сайын жаратылысты, ортаны да тани бастайсың. Ешкімді, еш нәрсені сынағың келмей қалады. Әркім мен әр нәрсе өз өмірінде өз тағдырын жасап бас кешуде. Әлде бір адамды өзгертейін, оятайын деген далбаса. Өзің кінәлі боласың. Өйткені оның да өзін сияқты оланған өз ойы мен өмірде жинаған тәжірибелік қате тұжырымдары мен нәтижелері бар. Түсінетін, оянатын адам өзі-ақ сәті мен себебі келгенде түсінеді, оянады. Мені басқаратын ми. Мида ой, ойда былық. Былықты ойға салатын билік. Былық ой мида, ми мені басқаруда. Өзімнен өзім қатты алыстап кеткен екенмін. Жалғыздық жақындатты. Керемет екен жалғыздық.